1 наурыз елімізде жалпыхалықтық мереке алғыс айту күні. Бұл күні қазақстандықтар бір-біріне құрмет көрсетіп, ризашылығын білдіреді. Алғыс айту күні қысылтаяң шақта бар ауыртпашылықты бірге көтеріп, мемлекет басшысының жетекшілігімен тәуелсіз Қазақстан құру жолында аянбай тер төккен ел азаматтарының бір-біріне құрмет көрсету күні. Алғыс айту күні қазақстандық патриотизмнің, бірлік пен достықтың жарқын мерекесі. Қазақстан халқы бұл мейрамды алғаш рет 2016 жылы атап өтті. 2016 жылдың 14 қаңтарында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқы ассамблеясының құрылған күнін, яғни 1 наурызды алғыс айту күні етіп жариялады. Мерекенің басты мақсатының бірі өскелең ұрпақты достық, бір-біріне деген құрмет пен толеранттылыққа, отансүйгіштікке тәрбиелеу. Қазақстанда этникааралық келісім мен ұлтаралық қарым-қатынасты нығайту. Ағаларыма алғыс, ұзақ кеткен ойлайтын қамымды менің, бір бәлеге топ болсам құрдастарым, қапсырмалап қысатын жанымды демім, бауырларым болмаса тірегім болған, осыншама айбатты арымды ма едім. Анама алғыс, жанарымды жайнатқан жөргектегі елде, еңсесі түзу жан болар ма едім, құбат алды бесігін тербетпегенде, дүние құсын тәркі етіп тынымсыздыққа, қуанышы тасыған еңбектегенде. Орталық балалар кітапханасы баршаңызды алғыс айту күнімен құттықтайды.